Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздерді кімнің көлігі алды атты әдіспен таныстырғалы отырмын. Бұл әдіс оқушыларды минутқа оқытуда тиімділігі өте жоғары. Ол үшін әр балаға осындай көліктерді дайындап, оған атын жазып, магниттедім және 30 сөзден 110 сөзге дейінгі аралықтағы жолды дайындап алдым. Әр бала өзінің оқыған сөзіне байланысты көлігін сол жерге апарып орналастырады. Және де бұл әдістің бір тиімділігі, әр бала өзінің көлігінің алда болғанын қалайды. Ол үшін жылдам оқуға әдеттенетін болады. Және де бұл әдісті басқа пәндерде де пайдалана берсеңіз болады. Мысалы, математика пәнінен кім алда, кімнің көлігі, жүйрік деген сияқты түрлендіріп пайдалана беремін. Бұл әдіс тиімді болған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.